Балам Әбіш. Мен талай көңіл төрінен орын алған, тағдыры талқыға түскен Әбілхайыр ханмын. Сен менің өмір сүрген дәуірімнің қалың тұманын серпіп, тарихтың тар кезеңіндегі толқынысымды, айналамдағы алаң мен арпалысты елге қайта жаңғыртып бердің. Сен менің өмірдегі, пенде ретіндегі әлсіздігімді де, ел иесі ретіндегі жауапкершілігімді де жасырмай әділ көрсеттің. Мен бастан кешкен күдікті де, үмітті де, ел тағдыры үшін жасаған сансыз амалдарымды да терең түсініп, оқырманға жеткіздің. Сен мені айыптамай, ақтамай түсінуге тырыстың. Өткеннің өксігін де, мүмкіндігін де таразылаған парасатың үшін разымын. Қадірлі Әбіш, мен дариядай толқыған тағдырдың арасынан үн қатқан күрбелшінмін. Сен мені ғасырлар қойнауынан қайта тірілтіп, өше бастаған ел жадынан жұмбақ бейнемді қайта жарыққа шығардың. Менің ішкі жан дүниемдегі күрсіністі, қайсарлықты, нәзік те нәубетті әйелдік тағдырдың ауырлығын сезініп, оны сөздің күшімен қайтадан өмірге әкелдің. Менің үнсіз мұңымды тыңдап, өткіншінің арасынан өшпейтін рух іздегенің үшін саған риясыз алғыстымын. Мен қалың құмның қойнауында күн сайын тереңге құлай беріп, өз өмірін шыңыраудың қараңғысына салған қарапайым құдықшы еңсеппін. Сен менің барымды да, жоғымды да, тірліктегі тартысымды да, жүректегі жалғыз үмітімді де естіп, оны жұртқа жеткіздің. Сен мені тек шаруаның бірінің тағдыры деп емес, адамның ең соңғы деміне дейін маңдай термен арпалысуын, пенденің ішкі қайғы қасіретін, жанының жарасын терең түсінген күйде суреттедің. Менің ауыр еңбегімді, өзіме ғана мәлім өкінішімді, іштей тынған мұңымды сөзге айналдырып, халыққа жеткізгеніңе ризашылығым шексіз.